Сәлем, менің YouTube көрермендерім. Мен бүгін сіздерге өзімнің заказға жасап жүрген леденцілерімнің жасалу жолын көрсеткім келіп отыр. Ал олай болса кеттік. Ең бірінші сіздерге керек заттарды көрсетейін. Оған ең бірінші осындай нержавеечный ыдыс керек. Келесі таразы керек, қант керек, су керек және осындай глюкозный сироп керек Пакнар фирмасының. Ендеше бастаймыз. Таразымызды қосып, ыдысымызды қойып, нөлге келтіріп аламыз. Үстіне 220 грамм қантымызды саламыз. Салып алғасын нөлге келтіріп, 70 грамм суымызды құямыз. Келесі глюкозный сиропымызды құямыз. Достар, таразы болғаны дұрыс негізі. Таразымен өлшеп, 100 грамм глюкозный сиропымызды қосамыз. Міне енді мен сіздерге келесі газды көрсетіп кетейін. Отты қандай жылдамдық болу керек. Достар, мен андай жоғары жылдамдықта емес, өте жайда емес, орташа жылдамдыққа қоямыз. Қайнағанын күтеміз. Мінекей қайнағаннан кейін осылай үздіксіз араластырып тұру керек. Әйтпесе күйіп кетеді. Жан-жағын барлығын жақсылап араластырып тұрамыз. Келесі топтикордың краскасынан 2 капля қостым. Егер қанық болғанын қаласаңыздар, 3 капля қосуға болады. Немесе ашығын қылқыларыңыз келсе 1 капля. Осылай бір келкі болғанша араластырамыз. Дайын болғанда мұздай суымызға салып көреміз. Мінекей. Қатып қалады. Көрдіңіздер ме? Капелька болып қатып қалды. Болды, дайын. Өшіріп, енді құямыз. Достар, дайын болғаннан кейін осы леденцердің арнайы силикон ыдыстарына тез-тез құйып шығамыз. Бұл жерде жылдамдық өте маңызды. Бұл леденцелер тез-тез қатып қалады. Мінекей нәтижесінде осындай леденцелер шықты. 7 мамыр кішкентай балапандарымызға дайындаған заказдарым. Рахмет, достар, көргендеріңізге, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған лайк басып, менің парақшама подписаться етуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттер болады.